кіші болуы мүмкін. Мынарда қатаң емес дейді мынаны. Кіші немесе тең, мына белгі тең. Енді мына жерде мына екеуінің жауабы түсінікті, немесе мынаны бүйтіп жазамыз. Мынаны кейде бүйтіп жазамыз. Мына жауап сол кезде. Былай да жазуға болады. -3-тен 3-ке дейін. Міне. Оны жақша түрінде, аралық түрінде жазсақ, былай жазамыз. Енді мынау мына екеуінен басқадай. Мынау мына екеуінен басқадай. Бұл жерде айтып тұр, мына x деген сан. Мынау үлкен немесе тең болғандықтан ылғи да бояймыз балалар. 58-ден үлкен деп тұр. Үлкен десе ол значит мына жағы. И мына жағы болады. Демек, мына жерде -58 жазамыз, мынада 58 жазамыз. Бұл есептің жауабы қандай десе, бұл есептің жауабы x тиісті болады. Минус шексіздіктен нешеге дейін келе жатыр? -58 бірігу 58-ден плюс шексіздікке дейін. Міне, мына есептің жауабы былай болады. Мынанікі қалай болады деп ойлайсыздар енді. Мынанікі қалай болады? Қандай екі санды белгілеймін мынаға? -3 пен 3-ті белгілеймін. Модулі 3-тен үлкен деп тұр. Значит, басқаша айтқан кезде мынаға мысалы 4-ті қойықшы. 4-ті мына жерге қойсақ, ол 3-тен үлкен сан ғой. Сол сияқты -4-ті қойсақ, -4-тің модульден 4 шығады. Ол қайтадан 3-тен үлкен сан болады. Сондықтан бұның жауабы минус шексіздіктен -3-ке дейін жай жақша уже. Міне, мынадай қатаң болса, жай жақша. Бірігу 3-тен плюс шексіздікке дейін. Міне, осындай міне, осы 4 түрлі жағдай сіздерде ертең кездеседі есепте. Түсінікті ме? Все.